аяулы Нұржан тәтей, мұны керемет бүгін үлкен бір іс-шара өзінің бастауын алып жатыр. Сіздің еңбек жолыңыз өте керемет. Сіз бүгінгі күннің батырысыз. Батыр болу үшін ол соғысқа барып, отан қорғап, тағы да бір үлкен ерлік жасаудың қажеті жоқ. Физика, математика мектебі бар ғой, Жаутеков атындағы, сол мектептің бірнеше түлегі осы ауылдың. Ал ол жерде сіздің ерен еңбегіңіз, ұйқысыз күндеріңіз, күлкісіз күндеріңіздің, маңылай теріңіздің ізі жатыр. Сол үшін сізге аудандық білім бөлімінің басшысы атынан, жалпы ұстаздар қауымы атынан, шәкірттер қауымы атынан басымды иіп алғысымды айтамын. Керемет. Кабинетіңіз құтты болсын. Бұл тек қана кабинет жоқ, ашып қана қоймайды. Болашақта осы жерде біз үлкен аудандық шараларды және облыстық шараларды өткіземіз деген жоспарымыз бар. Семинарлар болады. Осы Нұржан тәтейдің кабинетінде талай болашақта Қазақстанда сақтататын математиктер, керемет тұлғалар шығады деген сеніміміз бар. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді мына шәкірттеріме мыңда бір алғыс сіздерге. Осыншама еңбегін делеп, мынандай нәрсе жасап жатқандарға қуаныштанбай, көп-көп барлықтарыңа рахмет. Жиналып, ойдағы қырдағыны Гүлмира бастап, сіздер ауданнан осындай ұсыныс беріп, барлықтарыңызға мыңда бір рахмет. Еңбектеріңіз зор, біліп жатқандарыңызға еңбекті. Неғылам енді тағы да осы жерде Мұрат өзімнің оқушым бәрі осы коллективтің атынан да жаңағы ұсынып, жаңағы педагогикалық кеңестің нұсқауымен осы жерде қаншама шәкірттер мұғалім болып жүр, өзім бәрі оқытқанмын. Және мына жердегі ұйымдастырып барлығын жүрген сіздерге көптен көп рахмет айтамын. Айтып отырмын ғой, алғысым шексіз, не айтарымды да білмей қалдым, толқып тұрмын. Мыңда бір алғыс сіздерге. Осылай елеп мені өстіп қанша жыл өтіп кеткеннен кейін зейнетте жүргенімде де осындай марапат жасап жатқандарыңа рахмет. Өздеріңде осындай дәрежеге жетіңдер. Сендер де жұмыс істеп жүрген жерлеріңмен, Гүлмира саған да осындай мектебінде келешекте одан да зор медальдар алып дегендей, сондай бір жақсы барлықтарыңда биіктен жетістіктен көріне беріңдер. Бәріңе бақыт тілеймін, бақытты болыңдар. Ылғай биіктен көріне беріңдер. Амин. Сіз бірінші қиыңыз, сіз қиыңыз. Ұстап тұрайын? Сіздер түлектеріңіз түзеп жатырмын ғой, мына түлектермен суретке түсіріп алады ма, түлектермен? Құрметті түлектер, мұнда келсеңіздер. Шәкірттер ғой. Жоқ, бұлар емес. Мына кісінің ізін жағалап педагогтер. Мынау кандидат мынау. Үздік педагогымыз бар екен, Қазақстан Республикасының екі жылда жібен. 17 кабинет ашылып жатыр, не деген керемет нәрсе. Оларда жақсы соңғы пенсияға шығатын жылдары сол кісі маған осы класс тапсырды. Сен ғана аласың класс жетекші болып, бітті деді. Күмәш тәтейдің де еңбегі зор. Бұлардың барлығы өте жақсы оқыды. Міне, құрметті әріптестер, бүгін біз Жамбыл облысы Қордай ауданы
Алға ауылындағы нөмір 34-ші орта мектебінің Темірбекова Нұржан Каденқызының атындағы кабинеттің ашылуының куәсі болып отырмыз. Нұржан Каденқызы біздің осы ауылда 40 жыл физика-математика пәнінен сабақ беріп, артынан тамаша шәкірттер тәрбиелеп шығарған. Мына өздеріңіз қазір алдарыңызда тұрған стендта сол кісінің тек қана жолын қуған математика, физика пәнінің мұғалімдері. Бұл шәкірттері, Нұржан тәтейдің шәкірттері облыс тек қана аудан емес, облыс республика көлемінде еліміздің дамуына, өркендеуіне өздерінің зор үлесін қосып жүр. Осындай шәкірттеріміз, осындай шәкірттер тәрбиелейтін аяулы ұстаздарымыз көп болсын. Қатары жылдан жылға арта берсін, және де бар кезінде барымызды бағалай білейік. Рахмет. Әлі де толқып тұрмын. Шәкірттеріме мың алғыс айтамын. Осындай сынып жасап бергендеріне өте қуаныштымын, ризамын. Еңбегімді ақтап осындай дәрежеге ұйымдастырған мың алғыс сендерге. Біздің Нұржан тәтейіміз көп жылдан бері еңбек етіп, осы бүгінгі шәкірттері осы кісіге сынып ашып беріп отыр. Осы сыныпта көптеген жақсы осы кісілер сияқты шәкірттер шығады деп ойлаймын. Ал Нұржан тәтейіміз ұзақ өмір тілейміз. Осы кісінің жолын бізге берсін. Баяғыда кванттан орын алып едің, соны неге қыстырып қоймайсың ба дейді. Мен 40 жыл болып біткенмін. Біздің ұстазымыз, аяулы ұстазымыз Нұржан Каденқызы деп. Осы мектепке біздің балалық шағымызда 5-ші сыныпта, бұрынғыша біз 4-ші сынып болатын. 4-ші сыныпта біздің Күлмәш тәтейіміз болған кезде бізді балапанында ертіп жүретін. Содан сынып қалып келіп, осы мұғалімімізге табыстады. Менің педагогикалық еңбек өтілімдегі ең соңғы қарлығаштарым осы мектептегі бұл кісінің сондай жас бейнесі әлі көз алдымызда, жап-жас, екі беті толған, тақтада есеп жазып бізге түсіндіріп тұрғанда қызығып қарайтынбыз. Сол ұстазымызға табыстап, үнемі бізді қадағалап жүретінбіз. Біздің сыныпта 20 бала болған басында. Сол 20 баланың екеуіне ғана 3 қоятын, қалған бәрі жақсы оқитын. Менің әлі есімде жүретін нәрсе, біздің сыныпта біз строй отряд болып барамыз ба, жаңағы кез келген байқау болғанда біз әлі есімізден кетпейді. Таңға жуық бізді гарнизонға апарасыз, гвардейскийге. Жаңағы кез келген байқаулардан біз орын алып келеміз. Қордайға барамыз, талай сол мектептерді аралағанымыз есімізде. Бәрімізге бірдей пилотка тіктіртетін, әйтеуір ата-анамыз айтатын, сендердің мұғалімдерінің іші пыспайды, соның несі бітпейді деп жататын. Қандай мектепте іс-шара жасайды, біз соның бәріне дайын жүретінбіз. Одан кейін біздің старостамыз Елмира Омарова ең бірінші осы бізді жақсы тәрбиелегені ма, қандай жағынан болды, Қазақстан бүкіл осы кеңес дәуірі кезіндегі артекке жолдама алды. Менің ойымша ол кез келген балаға тие бермейтін мүмкіндік болатын. Сол оқушының өзіміздің сыныптасымыздың барған кезінде біз қуанышты жағдай екен. Келгеннен кейін осы Қордайдағы газетке өзінің тебіренісін жазған, бір бетті алып. Оны бәрімізге оқытқызатын бұл кісі. Оқыңдар осыны деп. Одан кейін хаттама жазудан біз үлгілі болдық. Себебі мен есімнен кетпейді, бір нәрсе істесе хаттама жазыңдар деп. Одан кейін өзіміздің әсіресе қыздарды бізді мына сыныптың полын қып-қызыл қып жудырғанға осы кісі үйретті ғой. Ол есімізден кетпейді. Бәріміз қолымызға бір-бір нені алатынбыз, содан кейін сабындап жоғызатын. Контрамарка болатын класста. Сол класстың ішін жоғызып бітпейінше бұл кісі біздің тазалыққа жақсы үйретті. Сол үшін қыздардың бәрі пысық бізде. Одан кейін балалардың барлығын кітап оқуға үйрететін. Оны бәріміз, мен қазір оқуға құштар мектеп жобасы десе есіме түсіп кетеді. Кітап оқыңдар дейді. Ол кездегі ұстаздарымыз бәрі кетіп баратқан кезде мына кітапты оқымайынша келмейді дейді. Ол кезде Жұмбақ ағайымыз бар. Ортасында Бейсеқан ағай берді, жазда мынанша кітап береді. Соны оқимыз библиотекаға барып.
Одан кейін қоңыраудың кезінде қыздар тұра қаламыз да айтамыз жаңағыны. Сосын Елмира мықты болатын, жаңағы шығарманы да мықты жазады, өлең шығар дейді. Сол кезде Елмирадан қалмауға тырысатынбыз. Математика жөнінде айтатын болсақ, бұл кісінің геометриядан жаңағы дәлелдемелер өте көп болатын. Қазір өзім мұғалім болып жүрмін ғой, сол дәлелдемені үйреткен қиын екен. Сен үйге барып алып, жаңа тұрып аламыз да өзіміз тақтаға қарап сөйлеп, үйге айнаға қарап сөйлейміз ғой, оқушылардың алдында былай қорғаймыз деп. Сөйтіп келіп қорғайтынбыз. Ана Ардақ екемізді білеміз, қазір мен әкем есіме түсіріп отыр ғой, Квант деген журналға жаздыртушы еді ғой, орысша. Квантты орысша есептерін қараймыз да шығарып жібереміз. Мына Мұраттың ең бірінші, Мұрат, Квант келді ма деп сұрап жүретінбіз. Сөйтіп есеп шығаратынбыз. Пионер деген газетке, жаңағы Жаутыков атындағы мектепке конкурстар жарияланатын. Сол конкурстан есептер жаңа шығарып, осы мектептің балалары жүлделі орындар деп тізім шығады. Соны есімде, мына жерде Бөрбаева Ардақ деген қыз екеміздің фамилиямыз шыққан сол журналға. Содан кейін Ардақтың алдыңға кімде Бөрбаева Гүлзира да түскен сол жерде. Жаңағы Бүркітбаева Света біздің алдымыздағы. Одан кейін бізден кейін Егізек Медет. Мен есімде сол балалар Елнұра Төлендиевна Мінісқұлова. Әр жылдарда бізден 2-ден 3-ден балалар оқитын. Соны сұраймыз ғой, қандай есептері келеді деп. Сөйтіп жүлделі орындар алып, сол жаққа балалар барып жататын. Сонан кейін квант есептер шығаратын, есептерді қалай береді? Үйге береді. Келіңдер, мына кітапты алыңдар да оқыңдар, жіберіңдер деп кетеді. Қиын есептерді шығарамаймыз ғой. Келіп сұрағаннан қорқатынбыз. Бұл кезде бұл кісі өте қатал болатын. Сұрағанға ұялатынбыз. Содан кейін барып деген сөзін естісек, біз қуанатынбыз сізден. Сондай көп тәрбие, өнегенің барлығын 10 класс біткенше жетеледіңіз. Біз оны ұмытпаймыз. Менің сыныптастарым, құрметті ұстаздар, құрметті ауданнан келген өкіл, құрметті Болат ағай, не дейміз, бүгін біз енді өте қуанышты күн болып отыр бізге. Шынын айтсақ, ақ түйенің қарын жарылған күн. Бізді әдеп мектеп табалдырығын аттап бастағаннан Күлмәш тәтейіміз оқытып, бастауыш мектепте 3 жыл оқытып, Нұржан тәтейіміздің қолына табыстады. Сосы Нұржан тәтейіміздің атындағына класс бұдан кейін де дами берсін, көптеген математик түлектер шығара берсін. Нұржан тәтей, Күлмәш тәтей екеуіңіздің арқаңыз ғой, біз өстіп, қазір шақақтап, адам болып, елге танымал болып жүргеніміз осы сіздердің арқаларыңыз. Осы алға мектебі, сіздердің істеген еңбектеріңіз өте зор. Денсаулығыңыз мықты болсын, тәтей. Бала шаға, немере шөбереңіздің қызығын көре беріңіз. Тек қана жақсылық болсын. Ең басты денсаулық болсын. Мына класстарыма да бәріне айтам, рахмет. Осындай сынып сыйлаған сізге. Өстіп, тек қана жақсылық болсын. Осы алға ауылының түлектері жоға жақтан көріне берсін. Енді бір есептен қазақша айтқанда бұл естелік. Нұржан тәтейіміз бізді математикадан сабақ беріп еді. Кейінгі ұрпақ бұл тәтейді көріп, өзін не қылмаса суреті арқылы не қылып еске сақтайды ғой. Бұл өте орынды нәрсе. Енді бір жағы қалжың, бір жағы шын. Нұржан 71 жылы ма, 72 жылдары ма университетте бітіріп мұғалім болып келді осы ауылға. Ол уақытта біз 30-ның ішіндегі жігітпіз. Бұл жаңадан 20-ның ішіндегі жас қыз. Қолында бір чаугымы бар, бір сковородкасы бар, бір кішкентай дорбасы бар, келіп мұғалім болды. Адамды адам талантынан таниды дейді. Талантты балаларымызды жақсы оқыта бастады Бекаров не. Содан кейін ұйымдастыру қабілеті жақсы болды. Балаларды өзінің төңірегіне ұйымдастырды. Жаңа талантты математикаға хабары бар балаларды ұйымдастырып, соның ішінде жаңағы Квант журналына жазылуға ниет білдірді. Соны Нұржан маған
Şunda da mаған қарыз, мен Квант журналын жазылдым ғой мен. Ақшасын мен төледім ғой. Сол, мына қызыңыз математик. Осы қызыңызға Квант журналын жазылмасаңыз болмайды деді. Содан кейін мен бала үшін атана бәріне күйеді ғой. Жаңағы газеттен ол уақытта 50-60 сомға жазыламыз бір мынандай газет. Соны көйне өзде газет жететін еді ғой деп үндеген жоқпын да қызым үшін Квант журналына жазылдым. Квант журналында өте күшті математикалық нелері бар екенін білдім. Содан кейін қызым соны жазылып, соның жүлдесін алып, сол қызым әрине Нұржияның еңбегі бар. Содан бас жүлдені алды. Гүлмира 5 жүлдені алды, содан жолдама келді. Жолдаманы алып облысқа бардым. Облыс айтты, сіз енді Алматыда РМШ-ға математиктер мектебіне қызыңды жібересіз. Бізге сол жерде математик оқиды о қызыңыз деді. Сонан кейін Нұржиямен ақылдасым, ағай жіберіңіз, оқысын математика деп. Содан қызымды мен білмеймін, анасы білетін болды да жібермей қойды. Сенің қызың содан арғырай кетіп қалады. О қызыңды таппай қаласың деп мені үгіттеп қызым оқымайға. Жібермей қойдық. Содан не керек? Өзі дайындалды, тәтейі дайындады, жақсы көрсеткіш берді. 6 медалға ұсынылды. 6 медалға ұсынылды. Ол уақытта алдында бір баланы жіберген. Бұлар мектепке келгеннен кейін 6 медал алды алғашқы выпускниктер. Бұрын 7 жылдық болатын, бірінші 10 жылдық болғанда бір бала 6 медалға ұсынды. Сонан кейін менің қызымды 6 медалға ұсынды.